Қазір көп әкелер әйеліне қолқанат, баласына құл болып кетті. 6 жасар балам су ішем, мама су ішем деп еді. Ана жақта бала емізіп отырған әйелім кітап оқып отырған маған анаған су құйып бере салшы деді. Мен осының алдында ғана намыс сайтында әкенің беделі қалай өсет деген анау бір мақаланы оқымағанда баяғымша ұшып түрегелер едім. Міз бақпадым. Естімеген кісідей есінеп құсынап кітабымды оқи бердім. Бір кезде емшектегі баланы сілке тастап, қатыным жұлқынсын. Кішкентай ғана нәрсе ғой, тұяғың қимылдаса өліп кетесің бе деп шаптықты кеп. Үндемедім. Күн күркіреп, найзағай жарқылдап, жаңбыр сіркіреп басылған соң ештеңе болмағандай жұмсақ қана келші дедім. Мен де мұны кішкентай нәрсе деп ойлайтынмын. Жоқ, бұл әсте кішкентай нәрсе емес екен. Отыр кел, сөйлесейік дедім. Бүгіннен бастап баламның жұмысына мені қолқанат қылуды тоқтат. Оның шамасы келмейтін, әке ретінде атқаратын, көмектесетін жұмыстарды көрсетер мейірімнің мөлшерін өзім білем. Ол 10 минут кешігіп су ішсе шөлде өліп қалмайтын еді. Балаңды емізіп болған соң жұлқынбай-бұлқынбай барып құйып бере сал. Әйтпесе өзі құйып ішетіндей қылып үйрет. Дәл осылай кете берсек, бұл балалар ертең екеумізді де құл қылып дегеніммен жүргізетініне көзім анық жетті. Қысқасы, сен мені құрметтетіп, балаларды тәрбиелеуің керек екен. Балаларымыздың бойына қорыққаннан емес, құрмет дегеннен сыйлайтындай дәнегіп үлгеруіміз керек екен. Ертең үлкейгенде кішкене кезінде қорқытып, басқарған амалың жүзеге аспай қалады. Сонда не амал істемексің? Міне, 6 жас кешіктік. Сонда да ештен кеш жақсы. Балам, әкеңнің киімін жоғары көтеріп қой. Балам, әкеңнің ұят болмасын. Әкеңнің аяқ киімін дұрыстап қой. Әкеңді тамаққа шақыр. Әкеңнен рұқсат сұра. Әкеңді шығарып сал. Әкең келе жатыр. Үйді жинастырыңдар. Әкеңнің мазасын алма. Осындай сөздердің бір күнде кем дегенде біреу айтылып тұруы керек. Және мұны балаға істете біл. Ал мен күнде емес, аптасына 1 рет болса да мамаларыңа рахмет айтыңдар. Мамаларың ренжіп қалмасын. Мамаларыңмен ақылдасыңдар деген сөздерді айтып тұруың керек екен. Алла қаласа солай болады. Ойындағысы болмай қалса, жер тепкілеп, жер тырнап жылап, екемізді боқтап жатқан мына боқ мұрын ертең басымызды қай оңға қаратар дейсің. Сен мені қазірден бастап өзіңе қолғанат, балама құл қылмай-ақ қой. Мұны тыймасаң, ертең соның зардабын шегесің. Ақырып қалайын десең жүрек қабы жарылып кетеме, түртіп қалайын десең қабаттан секіріп кетеме деп түрі күйік тартудан Құдай сақтасын. Баланы жұмсап үйрен. Ауылда өскен баламыз ғой. Ұн салғаннан жаман болған жоқпыз. Баяғыда жиреншеге біреу қолқанатың бар ма дегенде, ат үстінде тұрған жиренше бар деп 3 жастағы баласын көрсеткен екен. Өйбей, мынау қолқанат па деп жолдасы күліпті. Сонда жиренше жерге қамшысын тастай салып, 3 жастағы баласына: "Балам, қамшымды алып беріп жіберші" депті. Баласы домалаңдап келіп, қамшыны жерден көтеріп әкесінің қолына беріпті. Сонда жиренше: "Қолқанат деген осы емес пе" деген екен. Оған қарағанда, одан 2 есе жастағы бала су құйып іше алмайды деген не сұмдық. Баяғы демей-ақ қояйын, өз әкемді, өз ауылымдағы әкелерді көрдім. Кедейін де, байын да көрдім. Қонаққа барса да бала көтеріп безілдеп немесе шынашақтай баласына: "Сөйтесің бе, бүйтесің бе, қане мынаны көрші" деп маймылша билеп тұратын бүгінгідей әкелерді көрген емеспін. Қайдар дейтін кісі есімде қалыпты. "Ей, мыналарды алсаңдар шей" деп қойып жата беретін еді. Сонда әйелі: "Аузың бар ғой, өзің неге айтпайсың" демейді. Өйткені ол әке ғой, көкем-ау, әке ғой. Ол балалармен тәшкілесіп, олар оны қылжақ қылып мынау сөз сұқтыра алмай жатса, ол кезде ондай жағдай әкеге жараспайтын. Баласына әкесін сыйлата алған әйел нағыз әйел. Алладан алар сыйы басқа әңгіме қайын.